Сіз туған жыл мінезіңіз туралы не айтады? Бір мүшел 12 жылдан тұрады. Жыл есебін бұлай жүргізу ежелгі кезден басталған. Мүшелдік жыл санау тышқан жылынан бастау алады. Тышқан жылы туылғандар. Олар үсті басын таза ұстап, сақ жүреді. Думан, той, ырду-дырдудан бойын аулақ салуға тырысады. Мінезі тәкаппар, сәл нәрсеге өкпелегіш. Сиыр жылы туылғандар ұстамда келеді. Туған туыстарының өзінің қайғысына қатты күйзеліп, кімге болсын көмегін аямайды. Кейде бұл қылығы өзіне зиянын тигізеді. Адамдар бұлардың жақсылығын тез ұмытады, алайда қиыс басса, оған түсіністікпен қарайды. Барыс жылы туылғандар қызба мінезді, ашуланшақ, басқаға билік жүргізгенді ұнатады. Еш нәрсеге көңілі толмайды. Бір істі қолға алса, бөгет болған адамдарды ұнатпайды. Оларды беттен алып, ренжітіп тастайды. Қоян жылы туылғандар қорқақ, кез келген нәрседен үрейленеді, сыр сақтауға олақ. Маңызды істе өз бетінше шешім қабылдай алмайды. Қашанда көңіл күйіне қарай әрекет ететін жан. Ұлу жылы туылғандар тұйық мінезді, барынша қарапайым көрінуге тырысатын, байсалды, құпияны сақтай білетін, көбінесе үнсіз жүруді ұнататын адам. Оның қолынан үлкен істерді атқару келеді. Қай істі де өз ақылымен оңаша шешуге ұмтылады. Жылан жылы туылғандар сырт көзге ұяң, маңызды істерден қашқақтап жүреді. Қойылған сауалға нақты жауап қайтармайды. Тайсақтап жауап береді. Басына пәле болып жабысатын нәрсе тілі. Шамына тисе ұяңдығын қойып, шынайы мінез құлқын көрсетеді. Жаныңды жаралап алғың келмесе, жыландардан аулақ жүр. Жылқы жылы туылғандар, олар жұмыс аты сияқты. Жұмыстан ешқашанда жалықпай, таңертеңнен кешке дейін бір тыным таппайды. Әйтеуір күні бойы тыпырлап, мазасыз күй кешеді. Қой жылы туылғандар сәл нәрсеге ашуланады, қисайған бетінен қайтпайды. Сондай сәттерде өзіне де жанында жүргендерге де қауіпті. Өзін жарға жығатын мінезі, шешімді тым асығыс қабылдайтындығы. Мешін жылы туылғандар, олар өзіне өзі ғашық жандар. Сәнқой, ырду-дырдуды, көп көңілді басқосуларды ұнатады. Өзін өзгелерден артық санайды. Тауық жылы туылғандар үй күшік, үй елменіне қамқор болып, кез келген адаммен тез тіл табысады. Отбасында адал, ақыл ойы бір басына жетерлік. Ит жылы туылғандар мінезі сөзшең, талас тартыс, даудамайға лезде араласып кетеді. Оны өзі де білмей қалады, алайда ешкімге зияны жоқ. Доңыз жылы туылғандар оңаша табиғат аясында бау-бақшада еңбек еткенді, көңілді кештерде қатысқанды ұнатады. Көп нәрсеге басын қатырмайды, ол жөнде көп ойланбайды. Отбасында бала шағасы көп болады. Видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Өз ойларыңызбен комментарийға бөлісе кетіңіздер.